Assalamu alaikum. Men Aqlbek Dövlet bolam. Bugün Alma Sarsenbek'in sodu boldu. Kelek sodda Sarsenbek barınça moyundamauga hareket kıldı. Jas balanın ısın sevatır. Kaspi nesi bolmagan, akça almagamın. Kaspi şöt nesi telefonda jok edi dep bir aytты. Keyin bar edi dep bir aytты. Keyin men isти kabıldagandan keyin 2 günden keyin ketip kalgan telefondu bilmeyim ne bolup ne koyganын dep bir aytты. 2 günden keyin ketip kalgan men 3-nче күнү болмаганмын dedi. Telefonu karşıkan almadım dep atkany go endi Евразийскийден. Keyin 6 günden keyin ketip kaldım dedi. Men sen 21'ine bar edin koysam, yok men 21'inde men уже başka жұмыста істеп жүргенмін dedi. Endi Алла kalasa barıp Al-Farabiyskiy робот, Шымкент қаласының Al-Farabiyskiy роботуга барып билемиz. Kaçan жұмыстан чыкканын, kaçan ne kılганын, сейф нөмірін мен сейфте сактап койганмын dedi. Акча алынган. Менин улумдун Каспий нөмірінен, досунун Каспий нөміріне 417 000 теңге өткен. Досы болса 2-3 мүнөттүн арасында, максимум 3 мүнөттүн арасында айелине өткізген. 407 000, 10 000 теңге алып калып. Men dedi, dost aytады, men dedi, neni akçаны түшкөндөн кийин biraz күттүм. Keyin neга жибердим, карызым бар edi, карызыма өткөзүп жибердим dedi. Sen 3 000 ак күттүң ба десем, жок dedi, men көп күткөнмүн dedi. Каспийде кагазда көрүнүп турду. Каспий банк берген несинде кагазында көрүнүп тур, o 3 мүнөттүн ичинде өткөзгөн. Жок, мен көп ойландым, нагамадым. Keyin сураса беремин деп айттым. 20 ноябрь күнү, 21 ноябрь күнү алган, бирок 17 июль күнү акчаны кайтарып берген. Ол кайтарып берген эч кимди кызыктырмайды. Ол алган күнү. Не үчүн алып, не үчүн козгогон? Айелине іс козготпаган. Айели кутулуп кетип атыр. Мен сону сотко айттым. Айелине каматуу керек. 407 000 теңгени алгандан кийин, досы долясын алгандан кийин, олар камалуу керек, жооп берүү керек. Неге олар жооп бермейт? Ашейин келип, свидетель ретинде келип кетип атыр. Бұл таза бір-бірін қарға бір-бірін көзін шықмайды дегенде шоқып атқан жері жоқ. Сонымен аяқталды. Сәрсенбек барынша менен көріп атыр. Сіз өткізгенсіз, мен қаяқтан білем, сіз өткізген шығарсыз, мен қаяқтан білем, сіз өткізген шығарсыз деп. Keyin сұрады, мен дәлелдемең бар ма мен өткізген туралы? Сенің өткізген дәлелдемең тұр. O dedi telefonda Kaspi болмаған dedi. Вообще мен қарадым dedi, telefonda Kaspi болмаған. Болмаған болсаң да прокурор сұрап жатыр. Қалай ақша өтті онда оған? Мына Нұрғанов Уәлихан дегеннен өткен екен саға, өткізген екен досыңа. Қалай өтті? Мен білмеймін dedi. Әкесі өткізген шығар dedi. Әкесі балехор ғой дейді. Сол балехор болғаннан кейін мені балехорлықтың артынан мені қамап жатыр. Менің ешқандай айыбым жоқ. Сол жетім балаға жәрдем бердім. 11 жыл қаматтым дейді. 11 жыл қаматқаны, ой жетім бала қандай жәрдем берген, ой. Жетім баланы қамату жәрдем берген деп қысаптап жатыр. Мен жәрдем бердім, жетім болғаннан кейін жәрдем бердім дейді. 11 жыл қаматқаны, ол бірде-бір наркотик жоқ, дәлелдеме жоқ, фальсификация документов 100%. Кейін біз айттық, әлі сен бәрі ісіңе жараса, әлі жауабыңды бересің. Бере деп бақырып кетті. Неден судья басқамағанды ол ашып құтырып кетіреді. Судья сіз үйіңде отқан жоқсыз, бақыра бермең деп не қылды. Менің артынан жазың. Не қылың деді. Жазамыз. Әрекет жазамыз әлі. Бұл бірінші іс емес. Мен нені алдым, әлі 5-6 іс бар кемінде. Соның бәріне жауап беру керек ол. Сол. Алға Қазақстан. Егер біз жеңсек, қазақ халқы жеңген болады. Түсінікті ма? Сондықтан жазылыңдар, біліңдер. Келесі 20 сентябрь күні, 40 күні, кейін саат 4-те кейінгі сот болады. Кейін көреміз не болып не қойған. Істі арқа қайтарайын деп жатырмыз, Алла қаласа, қайтарып қалса, әйелін, досын, 2 полицейскийді, оны қинаған 2 полицейскийді осы іске қосуға әрекет қыламыз. Болды? Жақсы қалыңыздар.